Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қазақ тілді арнамызға қош келдіңіздер. Жалпы Европада болып жатқан жазғы трансфер 25-26 маусымға арналған трансферлердің қорытындылап топ 10 деген трансферді санап алған болатынбыз. Біз соны сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алғашқы топ трансферді біз Флориан Виртц деп алдық. Флориан Виртц Ливеркуженнен Ливерпуль клубына ауысты. Жалпы Флориан Виртц 2003 жылы дүниеге келген. Жалпы құны, трансфер құны бонустармен, пакеттермен барын қосқан кезде 136 миллион евроға Ливерпуль сапына ауысты. Ол Англия, яғни Британия елдерінің арасындағы ең тарихи трансферлердің қатарына енеді. Яғни АПЛ-де ондай қымбат трансфер болмаған. Жалпы бұл Флориан Виртцтің үлкен мақсаты Ливерпульдегі ортаңғы шептегі шабуылдарды осы шабуылдаушыларға жақсы пас шығарып беру және универсалды ойыншы ретінде жұмыс атқаратын болады. Біздегі келесі кезектегі ірі трансферлердің бірі ол Ник Вольтемады. Жалпы 2002 жылы дүниеге келген жас шабуылшы Штутгарттан Ньюкаслдың құрамына қосылды. Жалпы айтқанда, қазір Ньюкасл Александрдың Арнольдтың соңында, осы бейнежазба соңында сіздерге тағы да инсайт, яғни эксклюзивті жаңалық айтатын боламын. Сол себепті осы Александр Исактың жағдайына байланысты осы шабуылшыны алған болатын. Жалпы Ник 30 тамыз 2025 жылы Премьер-лиганың Ньюкасл Юнайтедтің клубына ауысып, клуб тарихындағы ең қымбат трансферге айналды. Жалпы кейбір ақпараттарда 65 миллион евро дейді, кейбір ақпараттарда 89 миллион евро дейді. Жалпы ол ауқымды трансферлердің қатарына енеді. Ньюкасл клубына сәттілік тілейміз. Үшінші топ трансфер бізде Юго Экитике, яғни ауқымды қазір Ливерпуль клубының ауқымды трансфер жасауына байланысты осындай кереметтей жас шабуылшыны алды өз құрамдарына. Экитике 2002 жылы туылған француз шабуылшысы болып саналады. Шамамен бойшаң, яғни білесіздер, баршаңызға қазір уақытта тамыз айында ерте АПЛ Премьер-лигасы басталып кетті. Сол себепті қазір гол соғып үлгеріп жатыр. Жалпы трансфер 2025 жылдың жазында орын алды, Ливерпуль клубына ауысты. Яғни жалпы трансфер құны 80-90 миллион евроны құрайды. Юго Экитике Ливерпульға 6 жыл ұзақ мерзімге келісімшарттар жасасқан болатын. Жалпы Юго Экитике Реймс академиясында шыққан, 2022 жылы ПСЖ-да уақытша, кейін толық трансфер болды. Жалпы Ливерпуль қазіргі уақытта білесіздер, Нуньес Диас кетті. Сол себепті сол шабуылшыны мықтату үшін, алдағы болашаққа жоспарлар құру үшін осы Ливерпуль клубының басшылықтары Ливерпульдің жалпы ойыншыларын жас етіп, жас таланттарды алып жатыр. Ливерпульге сәттілік тілейміз. Топ трансфердің келесі трансфердің жалғасы бұл Матеус Кунья. Матеус Кунья жалпы Картачинадан Манчестер Юнайтедке ауысқан шабуылшы. Жалпы Кунья 2025 жылдың жазында Вулверхэмптон клубынан Манчестер Юнайтедке ауысқан болатын. Жалпы құны бұның 65 миллионнан, бейресми ақпараттарда 84-85 миллионды құрайды деп жазылады. Жалпы Матеус Кунья Манчестер Юнайтедке 5 жылдық келісімшарт жасалды. Оның ішінде 1 жылдық қосымша опциядан тұратын келісім бар, қарастырылған. Бұл трансфер Вулверхэмптон үшін клубтың ішіндегі ең жаңа рекордтық түсім болып саналады. Жалпы ойыншы Матеус Кунья шабуылға бағытталған орталық фланг және әрекет жасайтын ойыншының қатарына енеді. Жалпы Манчестер Юнайтедтен
қазір шабуыл шебін, әсіресе сол қорғаныс пен шабуыл шебін күшейтуде. Сол себепті осы өте тәжірибелі ойыншы алғанына және осындай АПЛ-да осындай жақсы ойыншылардың көбейіп жатқанын қуантады. Сәттілік тілейміз. Тағы да бір атап айтатын трансферлер қайсысы десеңіздер, бұл Луис Диасты атап өтер едім. Жалпы Луис Диас Ливерпульден Бавария Мюнхенге ауысты. Жалпы трансфер құны 65-70 миллион евроны құрайды. Жалпы Луис Диас туралы бұл Бавария бұдан да алдында қызыққан болатын және өз дегендеріне жетті. Ливерпульдегі бұл Луис Диас жақсы негізгі құрамда ойнап жатқан ойыншы болатын, бірақ Арне Слот, яғни жаңа жаттықтырушы келген болатын, оның өздеріңіз де білесіздер. Сол себепті Арне Слоттың өзінің тактикалық құрамына кіре алмағандықтан бұл футболшыны Ливерпуль сатуға мәжбүр болды. Жалпы Луис Диас карьерасында осы Ливерпуль сатында 17 гол соққан және Англия премьер лигасын Ливерпуль үшін ұтуға көп көмектескен. Бұл Бавария үшін жақсы трансфер деп санаймын өз басым. Топ клубта жақсы трансфер жасалып жатыр. Айта кететін жайт, бұл келесі кезекте Арсеналдан келген Мартин Зубименди. Мартин Зубименди испаниялық Реал Сосьедадтан Арсенал құрамына қосылды. Жалпы ойыншының бойы 1,80, өзі орталық жартылай қорғаушы және қорғанысқа көбіне назар аударатын позицияда орналасқан. Трансфер құны 2025 жылғы Арсенал клубымен келісімге келіп, Реал Сосьедадпен Арсеналға ауысты. Суммасы 60 миллион евроны құрайды. Жалпы келісімшарт мерзімі 5 жылдық келісімге келіп, шамамен 2030 жылға дейін келісімді жасасты. Арсенал сапында Жоржиньо мен Томас Партейдің кеткеннен кейін осы Арсеналдың сапындағы орталық және қорғаныс бөліктерінің позицияларын күшейтуге күш жұмсайтын болады. Яғни алдағы уақытта атап өткендей, бізде топ клубтар тамсандырмай қоймай жатыр. Келесі ойыншы бұл Виктор Гёкереш. Виктор Гёкереш 1998 жылы 4 маусымда дүниеге келген Стокгольмде шведтік шабуылшы, бойшаң 1,90-1,89 бойы. Трансфер құны шамамен 55-60 миллион евроны құрайды. Жалпы маңыздылығы бұл Гёкерештің шабуыл шебінде Арсенал үшін маңыздылығы зор. Олар 3 жыл қатарынан 2-ші орынды аяқтағаннан кейін шабуылшының тапшылығын сезінді. Сол себепті осы Виктор Гёкерешті өз сапына қосып жатыр. Ол Гёкереш Виктор 14-ші нөмірді алады. Бұл Арсенал үшін өте символды. Өздеріңіз білесіздер, бұл нөмірді бұрын Тьерри Анри ойнаған болатын. Жалпы Арсеналға және Микель Артетаға олардың жаттықтырушыларына тактиканы кішкене өзгерткен дұрыс секілді. Өйткені осы соңғы 3 жылдықта 2-ші орын, 3-ші орыннан бастарын әлі асырамай, осы 1-ші чемпиондықты ала алмай келе жатқан жайы бар. Келесі топ клубты осындай керемет ойыншымен толықты. Бұл бізде Джейми Винни-Гвиденс деп аталады. Жалпы 5-ші шілдеде 2025 жылы Боруссиядан осы Челсиге ауысқан болатын. Гвиденс жалпы құны 50-55 миллион евроны құрайды жалпы. Келісімшарт мерзімі Челсиге ауысқан 7 жылдық келісімшартта 2032 жылға дейін жоспарланған. Жалпы Гвиденстің Челсиге көмегі бұл оның шапшаңдығында және оның жас талант Англия құрамасының, ұлттық құрамасының, яғни U21 құрамасында өнер көрсетеді. Шабуылға бағытталған флангтық ойыншы ретінде көрсетілген. Челси бұл ауысуды сол жақтағы шапшаңдық пен шабуылды әуелету
нығайту мақсатында жүзеге асырған болатын. Жалпы Челсидің соңғы уақытта білесіздер, клубтық әлем чемпионатын жеңіп алды, және ол жақта қазір осы жеңгендіктен себебі бұлда қаржы бар, және ойыншыларды, жас ойыншыларды өздерінің болашақтары үшін алып жатқан жайы бар. Осы жазда орын алған топ трансферлердің арасында Мохаммед Кудусты айтпай кету бұл қателік болып саналар. Яғни бұл Мохаммед Кудус шабуылға бағытталған жартылай қорғаушы. Оның туған жылы 2000 жылы бойы ондай қатты биікте емес, аласа да емес, жалпы 1.75. Жалпы Мохаммед Кудус Тоттенхемге ауысты, 6 жылдық келісім шартпен 2025 жылдың 2031 жылға дейін. Атап айтатын болсақ, Кудус Тоттенхемге қазір жаңа жобасына сәйкес шабуылдық опцияны күшейту мақсатында ауысып отқаны белгілі. Жалпы Тоттенхем қазір топ 6 клубтың қатарына нақты енеді деген ешқандай да бір дәлелде, дәйекте және кепілдікте жоқ деп санаймын. Себебі соңғы өздеріңізге белгілі, соңғы 3 жылдық, 2 жылдық алатын болсақ, сол топ 6-лықтан айырылған команда қатарына кіреді. Оның қатарына, яғни емеумен Тоттенхемді атап өтсек болады. Бұл клубтарға әрине осындай жас талантты ойыншылармен және жақсы бапкерлер қажет екені барлығымызға белгілі. Жалпы Тоттенхемнің алдағы уақытта тұғырлы Тоттенхем деп аталатындай мықты болатынына жалпы сенеміз. Ал құрметті көрермендер, әнімне дегенше біз топ 9 клуб, топ 9 трансферді яғни атаған болатынбыз. Енді осы бейнежазбаның ең тұзығы ретінде, ең тәттісі ретінде осы соңғы уақытта, соңғы сағаттарда белгілі болғанда, яғни видео шығып жатқанда да белгілі болған шығар, нақты Александр Исактың Ньюкаслден Ливерпульге ауысқаны туралы Фабрицио Романо, белгілі журналист, хабарлап жатыр. Жалпы бұл оқиғаның аяқталуы баршамызға да қызық болатын. Жалпы Ньюкаслден Ливерпульге Александр Исак 150 миллион евроға, яғни рекордтық, АПЛ тарихында болмаған рекордтық дейміз көрсеткішпен ауысып жатыр дейік. Жалпы Ливерпуль үшін бұл қуанышты жаңалық деп сенеміз. Яғни білесіздер, Ливерпульде қайғылы жағдайдан Жотадан айырылды, одан кейін Нунес пен Диас ауысты, Баварияға кетті. Сол себепті бұл кереметтей жаңалық деп есептеймін. Яғни бұл Александр Исак Ливерпульге 6 жылдық, 5 жылдық келісімшартты отырады деп алдағы уақытта келісіп отырған жайы бар. Жалпы Ливерпуль оның алдындағы шығарылымды айтқан болатынбыз, таңғалдыру да, және әлі де айтамыз, трансфер жасады, яғни Челси, Манчестер Юнайтед мұндай трансферлер жасайтын қалыпты, бірақ бұндай трансферді Ливерпульден клубынан шындығын айтсаңыздар, пікірлерге де жазсаңыздар болады, ешкім күтпегенде шығар мүмкін. Сол себепті Ливерпуль клубын құттықтаймыз. Ливерпуль клубының енді мәселе бұл Икитеке де бар, мына жақта Александр Исак та бар. Енді Арне Слоттың қандай тактика қойылуы, енді екіталай қандай тактика қойса да миы ашитын түрі бар. Ливерпуль жанкүйерлерін құттықтаймыз. Құрметті Бағдат Қайратұлы көрермендері, YouTube арнамыздың көрермендері, тұрақты және қонақтары деп айтаймыз ба. Осы арнамыздың, қазақ тілді арнамыздың қолдап, осыған тіркеліп жатқан 680-700 подписчик болған, тіркелуші болғандарыңызға көптен көп рахметімді айтам. Және алдағы уақытта бізге үлкен бір алға жылжу үшін сіздерден өтініш, тіркелуші санын 1000-ға жеткізіп, осы қазақ тілді арнамызды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше, алдағы уақытта Англия премьер лигасына, жалпы алдағы ой бар, Қазақстан премьер лигасын сөз ету, және бұл
соңғы уақытта білесіздер, Қайрат футбол клубымыздың, өзіміздің халықтық футбол клубымыздың Еурододада үлкен топтық кезеңге өтуі құтты болсын дейміз. Келесі кездескенше дейміз, құрметті көрермендер. Арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және басқа да менің трансферлер ойымен келіспесеңіздер, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.